Ауылдан адам көшкенмен, адамнан ауыл көшпейді. Сіздермен Ауыл Вайб жобасы. Бүгін кезекті ауылымыз Түркістан облысы, Келес ауданы, Алпамыс Батыр ауылдық округына қарасты Қауыншы елді мекені. Төрттілігін атамның өргізген ауыл, бай-кедейі теңесіп шендізген ауыл. Бір қолыңда адалдық, бір қолыңда жомарттық, арқаланып қалаға кел бізбен ауыл. Аузымнан кетпей адалдың дәмі, ұсындың қымыз етіңді. Ауылда туған адамның бәрі ауылдастарым секілді. Келдер балдар. Осы ауыл балдар сынамасыңдар? Осы ауыл тұрасыңдар ма? Бұл ауыл сендерге несімен ұнайды? Таза осымен. Сағыда? Жайқалған даласын. Бұл ауылды сендер не жүрсіңдер? Қызық қозымыздың ауылы. Өздерің ауылдарың өздеріңе ұнай ма? Ояқтағылар ешкім шықпайды, ояқта досымыз жоқ тек ояқтағы достар. Ауылда, я? Таза табиғат. Шын достар осында, я? Сұрасың ма, бұл ауылда бір спорт үйірмелер бар ма ауылда? Ана аяқта бар. Қаяқта? Недан? Басқа ауыл. Басқа ауылда сен барып қатысасың ба сен? Қандай спортқа қатысасың? UFC-ге? Болашақ чемпион боласың ба? Сен ше? Көкпарға? Қызғасың ба қатты? Молодец. Сен неге қатысасың? Акробатқа? Сен ше? Сен де акробатқа қатысасың ба? Сен неге қатысасың? Бейнелеу өнеріне. Бейнелеу өнеріне? Сурет салуға қызығасың ба? Сендер не қатысасың бірдеңеге? Сабақ оқисың ба? Сен ше? Күреске. Қауыншы ауылында міне болашақ чемпиондар, болашақ қалай айтсам екен, жарық жұлдыздардың бәрі осы ауылда көздерінен көрініп тұр. Қанша қойың бар? Бұны қойын? Қой кезек. Осы ауылдың қойлары ма осы? Барлығын қой осы ма? 6 қой. Ал? 6 үйдің қойы ма? Міне достар, малды өріске айдау барысы. Сен бағасың ба қойды? Молодец. Жетектеп? Кезекпен бағасыңдар ма? Бір үйде қанша қойдан бар жобада? Әртүрлі 40, 30 сондай бар. 30. Мына жерде қанша қой бар вообще? Шақты бар ау. Ау? 200. Кешке қай уақытта айдап қайтасың бұл қойды? 5,5-6. Осы ауылдың азаматысы ба сен? Осы ауылдың туып өскенсің. Қой баққан ұнай ма өзіңе? Қой баққанда өзіңмен өзің сырласасың ба? Қырда отырып ал. Телефон шықлап отырады. Телефон? Интернет істей ма бұл ауыл? Жақсы істей ма? Ауыл ұнайды ғой өзіңе, иә? Молодец. Жақсы қойлардың аман есен бақып қойды. Құрметті достар, мына қойдың қиы ешқандай иіспен алмастыруға келмейді. Ауылда тұрғандар біледі, бұл иісті қандай екенін. Көріп тұрғандарыңызда Қауыншы ауылы Өзбекстан Республикасымен жақын шекаралас ауылдың бірі. Мына ауылдан уже 50 метрден кейін уже Өзбекстан басталып кетеді. Көріп тұрғандарыңызда Қауыншы ауылы мал шаруашылығы мен егін шаруашылығын көбінесе осы екі сала бойынша күндерін көріп өмір сүріп жатыр. Көріп тұрғандарыңызда есіктердің алдына да егіндерін егіп, кішкентай жерде мал асырап, осы ауылды дамытып, түтін түтетіп отқан Қауыншы ауылы. Ассалаумағалейкум. Көкпарға дайындық басталды ма? Қайдан келіп отырсыңдар? Ақтөбеге ма? Осы ауылдың жігіттерсіңдер ма? Көкпар шабандықтар ма екеуі? Құрметті достар, Қауыншы ауылының жастары көкпарға қызығушылықтары соншалықты атты суытуға ерте бастап кеткен. Қазір сендер қайда кетіп жатсыңдар?
Мына ат суытуға екі жігітіміз кетіп бара жатыр. Мына аттың енді білмеймін бітімі бөлек екен. Жақындатпай жатыр қасына. Енді қазір мен көрсем мына атты мініп көретін шығармын. Мына атқа енді мен білмеймін шамам жетпейді ау. Айыл қама деп жатыр ғой. Мына мындай кетпей ма қазір? Сіздер үшін міне достар. Негізі атқа қызықпаймын. Білмеймін қалай болатынын. Кетпей ма? Мінді мақылыңыздар. Достар, біз Қауыншы ауыл барынша тыныс тіршілігімен таныстырып деген ойдамыз. Келесі қай ауыл екен астыға жазып, комментарий жазып, репост жазып кетемін. Келесі кездесеміз.